Ассалаумағалейкум. Орталыққа 400 теңге. Қайдан қайттың? Жұмыстан қайтып келе жатырмын ғой. Суй, көмегі осы мен қанша рет өтем, сол жерде осы шұңқырға түсе бердім, осы үкімет осы жолдарға қаражат бөлеме екен. Әрине бөледі аға. Міне мынандай ашық интерактивті бюджеттердің картасы бар, Public Budget KZ деген. Public Budget KZ деген сайт. Бұда облыста бөлінетін тек жолға бөлінетін ақшалар емес, медицинаға, жалпы білімге бөлінетін ақшалардың барлығын қарауға болады. Бұны соңғы естімеппін мұндайды. Маған көрсетші. Әрине мен сізге түсіндіріп жіберейін. Қараңыз. publicbudget.kz ашық бюджеттердің интерактивті картасына қош келдіңіз. Public Budget бұл ақпаратқа қол жеткізуді жеңілдету, еліміздің азаматтарының өмір сүру сапасын арттыру және үкімет пен азаматтық қоғамның арасындағы тікелей байланыс арнасын құру үшін жалғасқан бірегей жоба. Карт арқылы сіз әлеуметтік объектілерге қанша бюджетті қаражат жұмсалғанын біле аласыз. Мысалы мектептер, ауруханалар, балабақшалар, жолдар және басқа бюджеттер. Ең алдымен сізге өз аймағыңызды таңдау қажет. Содан соң өзіңізді қызықтыратын бюджеттің саласы мен санатын таңдаңыз. Сіздің алдыңызда таңдалған санат бойынша өз аймағыңыздағы бюджеттер көрсетіледі. Бюджеттерді қарау ыңғайлы болу үшін бейнелеудің келесі түрлері бар. Кесте түрінде, картада және тізім түрінде картада. Нақты бюджетті табу үшін іздеу және фильтрация құралдарын қолдануға болады. Картада бюджеттің белгісіне басыңыз. Экранның төменгі бөлігінде бюджеттің қысқаша карточкасы пайда болады. Толығырақ батырмасын басқан кезде бюджеттің толық ақпараты шығады. Бюджеттің сипаттамасы, бюджетті қаражаттың игерілетін мерзімі мен күйі, бюджет бөлінген объектінің сипаттамасы, бюджет құжаттамалары, картада орналасқан жері, көрсетілген санат бөлінісінде ағымдағы бюджет құнының және басқа ұқсас бюджеттердің орташа құнның салыстырмалы диаграммасы. Әрбір бюджеттің бетінде өтініштер бөлімі бар. Бұл бөлімде барлық өтініштерді оқып, өз өтінішіңізді қалдыра аласыз. Таңдалған бюджетке өтініш беру үшін өтініш қалдыру батырмасын басыңыз. Өтінішті қалдыру бетінде өтініштің сипатын таңдаңыз, мәтінді жазыңыз. Қажет жағдайда файлды бекітіңіз. Барлық өтініштер өкілетті ұйымдармен қарастырылады. Жеке кабинетте өз өтінішіңіздің күйін бақылай аласыз. Егер өкілетті ұйымның жауабы сізді қанағаттандырмаса, сіз өз түсінігіңізді жаза аласыз. publicbudget.kz